Dileklerinin ikinci sınavı 11. B sınavı sınıf жетекшісі Әбілхан ағайымызбен бірге ортамызда. Қолымыз жоғарып көрінейік. Құтты болсын, құрметті түлектер! Ал, құрметті мектеп бітірушіліктер, қош келдіңіздер, кештеріңіз тағы да құтты болсын. Біз бүгінгі кереметті кешіміздің басты себепкерлері сіздер деп шақырып алдық. Ал енді сіздерге 11 жыл бойы білім нәрімен сусындатқан кімдер? Ұстаздар қауымы. Ендеше сіздерге білім нәрімен сусындатқан ұстаздарымыз. Сіздер енді А сыныбы сол жақ қанатқа тұрыңыздар, Б сыныбы оң жақ қанатқа тұрыңыздар. Апайларымызды ортаға шақырсақ деп жатырмыз. Кәнеке жақсылап тұрып, сол апайларымызға, ұстаздарымызға құрмет ретінде қошеметтеп, номер 87-ші орта мектептің аяулы ұстаздары ортамызда. Бала кезімменді қош бол қадірлеген мектебім, енді оңарау соғылмайды. Қошеметіміз аямайық, ұстаздар! Бақытты балдәурен сыйлаған бізге, қош бол енді мектеп. Енді қоңырау соғылмайды бізге, енді ол күндер оралмайды мүлде. Бақытты балдәурен сыйлаған бізге. Ай, бәрекелді. Рахмет. Ал енді құрметті түлектер, мінекей ұстаздарымыз жанымызда. Құрметті түлектер, тағы да бір керемет естелік болсын. Мен сіздерге айтайын, бүгінгі кеш енді осыдан кейін қайталанбайтын кеш. Бұл ұстаздарымызбен, сыныптас достарымызбен болатын біздің соңғы кешіміз. Ендеше соңғы кешімізді жоғарғы деңгейде атқарып өтейік. Ендеше кереметті кешіміздің төрінде тұрған ұстаздарымызға рахмет ретінде мен сөз бастайын. Барлығымыз бірге 3 рет рахмет, рахмет, рахмет ұстаздар деп айқайлайық кәнеке. Ендеше дәл осындай кереметтей жігіттер мен қыздарға, оқушыларға білім нәрімен сусындатқан ұстаздарымызға рахмет, рахмет, рахмет ұстаздар! Ал енді мектеп бітіруші түлектердің кереметті кешінің тағы да бір естелігі, ол әрине мектеп вальсі. Ендеше сіздер үшін мектеп вальсі ортаға жұп-жұптарыңызбен